Құрметті телекөрермендер, Қазақстан 2050 жалпы ұлттық қозғалысына 1 жыл. Елбасының бастамасымен құрылған бұл ұйымның тыныс тіршілігімен танысу үшін бүгін студиямызға осы ұйымның медиа директоры Қанат Әуесбайды шақырдық. Қош келдіңіз. Рахмет. Қанат Әуесбайұлы Әуесбай 1982 жылы Тараз қаласында дүниеге келген. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін аяқтаған. Республикалық телеарналарда тілші, жүргізуші болып жұмыс істеді. Бүгінгі таңда Қазақстан 2050 жалпы ұлттық қозғалысының медиа директоры. Осы ұйым мақсаты қандай? Басынан құрылғанда қандай жоспарларыңыз болды? Рахмет. Расында да былтыр 29 қарашада елбасының қатысуымен өткен болашақ түлектерінің 20 жылдық мерейтойлық форумында президент мына Қазақстан 2050 стратегиясын халыққа жеткізетін, халыққа насихаттайтын, соның аясында түрлі әлеуметтік маңызы бар жобаларды жасап, халықтың арасында жүзеге асыратын бір нақты ұйым неге құрылмасқа деген ұсыныс бастамасын осы сондағы отырған жастарға тастаған болатын. Сол бастамасын қолдаған, болашақтың негізінде қолдаған жастар барлығы тік тұрып, ары қарай жалғастырып, елбасы айқындаған бағытты іліп әкетті. Міне осы біздің кездесуіміздің нәтижесі де сол. Қазір осы ұйымға 1 жыл толып отыр. Жастар ұйымы ашылды. Мысалы, жастар конгресі дейміз, альянс, студенттердің альянсы дейміз. Бірақ өкінішке орай пайда болады да, сосын көрінбей қалады. Мысалы, осы ұйымдардың кері келмейміз сіздерге. Сондай ұйымдардың айырмашылығы қандай? Рас айтып кеттіңіз. Басында негізінде кішкене бір түзету енгізсем, басында біз құрылған кезде көбінесе бұл жерде болашақтың түлектері, яғни бұл демек жастардың аясында құрылғаннан кейін бұл жастар ұйымы, жастар қозғалысы шығар деген сияқты бір қателесулер болды. Бірақ қазір Құдайға шүкір дейміз, мына халықтың арасында бұл біздің қатарымызда тек қана жастар емес, бұл елдің болашағын қазірден бастап ойлайтын, тек қана ойлап қана қоймай, осы жерді қараңыз, ойлап қана қоймай, елдің болашағы үшін жауапкершілікті сезіне алатын, сезіне білетін, және сол жауапкершіліктің жетегінде бүкіл жаңағы жұмыстарды атқара білетін экономикалық активті азаматтарды біз өзіміздің маңайымызға біріктіріп отырмыз. Бұл негізінен 25 пен 45 жас аралығындағы озық ойлы, жаңаша ойлайтын, бір қоғамдағы кертартпа, қасаң стереотиптерден аулақ жүретін азаматтарды біріктіріп отырмыз. Солардың маңайында топтасқан ұйым деп айта аламыз. Сіздердің бастынан бастап ұсыныстарыңыз жақсы, жобалар бар. Елге пайдасы тиетін жобалар. Сол жобалар туралы айтып кетсеңіз. Басында құрылған кезде біздің кеңес төрағасы Дана Жуминнен бастап, біз алаулатқан, жалаулатқан флешмобтардан түрлі мынау жастарды бір алып шығып билететін сондай бір көрсетіп кетіп көрсетіп бір реттік бір көріністерден аулақ болайық. Біз жеңілтектіктен аулақ болайық. Біз салмақты, өзімізді сабарлы кейіптен жаңағы көрсете білсек, Қазақстан 2050 стратегиясына сол арқылы елдің сенімі күшейеді, сол стратегияға дейін бір сенім ұялайды. Яғни біз арқылы біз өзімізді қалай жақсы салмақты көрсете алсақ, елдің осы стратегияға деген сенімі де күшейеді деген бір планканы қойған болатынбыз. Сол планканың аясында, сол осы міндеттеменің аясында 16 жобаны өзіміздің алдымызға көздеп, соны жүзеге асыруға талпындық. Енді мына жыл аяғында осы кездесіп отырмыз сізбен бірге. Сол 16 жобаның біразы жүзеге асырылды. Әр адам өзінің бір жобасын ұсынуға болады. Біз мысалы серпін жобасын ұсындық, жақсы қолдау тауып отырмыз. Жан-жақты енді тек қана бір топ болып, оны іске асырып жатсақ, әрине қиын болар еді. Бірақ республика бойынша сіздердің өкілдеріңіз, біздің өкілдеріміз енді көмектесіп, барлық жобалар көмектесіп жатыр. Мысалы, сол жобаның арқасында серпін бойынша 2000 балаға грант берді. Ал енді дәл солай сіздерге өз ойынан белсенділікпен ұсынып отқан қандай қызықты жобалар бар алдағы уақытқа? Осының алдында ұсынылған жобаның өзін айтып кетсем, мысалы, жаңағы бір ғана мына қатарымызда дәрігерлер де бар дедік қой, Дмитрий Горбунов деген осы Астанадағы балалар дәрігері, бізге жан-жақтан ауылдағы қиыр-қиырдан азаматтарымыз келіп, өкінішке орай оқитын осы жүрек сәбидің
жаңағы жүрек аурулары туралы, жүрек ақауы туралы оқитын әдебиеттердің бәрі не ағылшынша, не орысша деп өзінің базынасын жеткізген кезде, сол азамат, өзі ұлторыс азамат, осы кітаптарды неге аудармасқа, осы Қазақстан екімейлі қозғалысы қалай ықпал ете алады осыған деп бізге бір ойын жеткізген кезде, біз әлеуметтік желілерде, интернетте бүкіл еріктілер тобын жасақтап, 500-ден астам адам осыны аударайық деп ниет білдірді. Бірақ ол тек қана аударған ғана емес, оны енді кәсіби аудармашыға біз соны жүктеп, кәсіби аудармашы барлығын қарап, енді ол еріктілердің барлығы бір кәсіби дәрежеде аударатын аудармашылар емес қой, үстінен қарап, жақсылап, мысалы толықтырып, сол кітапты шығарып, бүкіл аудандық емханаларға, ауруханаларға, осы жүрек ауруларын емдейтін жаңағы мекемелерге жөнелттік. Осы бір ғана мысалы жүзеге асқан жоба. Ұйымның бірнеше бір бастамалары, идеялары бар. Соның ішінде мысалы соңғы кезде мен бірнеше рет естігенім краудфандинг деген бір бастамалар бар. Мысалы енді ағылшын тілінде көп көрермендер түсінбеуі мүмкін. Осыны таратып айтып беріңізші, ол қандай идея? Краудфандинг дегеніміз бірден айта кетеріміз, бұл қазақтың салт дәстүрінде, қазақтың жалпы ғұрпында бар нәрсе. Бұл қазақтың асар, яғни бір-біріңе көмектесу, жәрдемдесу деген ұғымында, бірігіп жасау деген ұғыммен сөйтіп атау керек үндесіп, жаңағы сонымен асарласып жатқан ұғым. Бірақ енді неге біз бұны краудфандинг деп атадық? Бұл бүкіл әлемде бар жүйе. Бұл яғни, мысалы енді қарапайым тілмен айтқанда, қазір жаһандық желі, интернет барлығымызда бар, белгілі бір портал, бір жүйе құрылады. Сол жүйеге мысалы бір жаман аурумен ауыратын, болмаса бір қатерлі ісікке шалдыққан сондай азаматтар көп қой. Мысалы мен осындай азаматпын, менің пәленше туысқаным осындай қатерлі дертке шалдықты, соған Германияға, болмаса Қытайға барып емделу керек болып жатыр, осыған көмектессеңіздер деген. Қазір ондай азаматтар, мұқтаж азаматтар көп қой. Солар мысалы өзінің проблемасын жазады. Бізде оны қадағалайтын арнайы адамдар отырады, жаңағы кеңес құрылады, оның бүкіл аурудың тарихы мен шынайы мұқтаж адам екенін анықтайтын механизмдер жасалады. Және егер сол азамат расында да сондай қаржыға мұқтаж болатын болса, келешекте кез келген азамат, сізде, менде бір $20 болсын, $10 болсын, тек қана Қазақстаннан емес, әлемнің түкпір-түкпірінен, егер ағылшынша жазатын болсаңыз, әлемнің түкпір-түкпірінен әйтеуір бір септігін тиісін деп қарлығаштың қанатымен себілген су болса да, сол сияқты бір елестесе де, бір пайдасын тиісін деп $1 салса да, әлемнің түкпір-түкпірінен әйтеуір бір адамнан жаңағы $1 салып кетсе, үлкен қомақты қаржы жиналады. Сол қаржы сол азаматтың емделуіне жұмсалады. Қысқаша айтып кетсе, осы бұл бүкіл әлемде, Еуропада, дамыған елдерде қолданылатын тәсіл Қазақстанға енді келіп жатыр. Біздің осы бар ойымыз, бар арманымыз осындай бір жүйені қалыптастырып, интернетте тек қана біз емес, осы медицина саласында емес, мысалы бір жаңағы өнер табысты ойлап тауып, соны жаңағы жүзеге асыруға қаржыңыз жоқ болатын бір ғалымсыз, сондай азаматсыз. Болмаса журналистикада мен бір керемет телевизиялық жобам бар, бірақ соны жүзеге асыруға қаржым жоқ дейтін болсаңыз, осындай краудфандинг жүйесі аясында белгілі бір интернет платформада ақшаны жинап, кезген идеяңызды, ойыңызды жүзеге асыруға болады. Бір жылда атқарған қызметіңіз аз емес, алдағы уақытта көп мақсат міндеттеріңіз бар, соған сәттілік тілегім келеді. Мен ойымша бүгінгі біздің әңгімеден телекөрермендер өздеріне біраз түйіндейтін нәрселер алды. Соның ішінде ең бірінші кезекте барлығы бірігуі керек, әсіресе елге бір қажет шарада. Екінші мәселе, өзің бір елдің көмегінің арқасында жетістікке жетсең, енді елге қызмет жасау керек деген. Сосын енді әрқайсымыз белсенді болуымыз керек. Дәл сондай азаматтар болатын болса, мынау ұйым мақсаттары, сіздердің мақсаттарыңызбен бірдей ұйымға белсенді қызмет жасауларыңызға болады. Мен өзім осы ұйым мүшесімін, сол себептен тағы да бір жылдық мерекелеріңізге құттықтаймын және жұмыстарыңызға сәттілік тілегім келеді. Рахмет.